Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз өз қолымыздан кеспеден дәмді кешкі ас дайындаймыз. Қолдан жасалған кеспеден сорпа өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысқа етті салып, үстіне су қойып қайнатамыз. Бұл біздің дәмді сорпаға негіз болады. Есіңізде болсын, ет сапасы жақсырақ болса, соғұрлым дәмді болады. Қақпағын жауып қайнатамыз. Енді қамырға көшейік. Ұнның үстіне жұмыртқа мен тұзды саламыз және кішкене су қойып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл жерде су кәдімгі бөлме температурасында су, ешқандай жылы су қажет емес. Осылай қамырды иін қандырып илеп аламыз. Қамыр қатты, жұмсақ, бұлшық болмау керек, кішкене қаттылау болу керек. Жақсылап иін қандырып илеген соң, оны демалуға жарты сағатқа пакетке салып қоямыз. Ет қосылған су қайнаған кезде көбікті алуды ұмытпаңыз. Бұл сорпаның мөлдір және таза болуына көмектеседі. Енді сорпаға жуа, паприка, тұз салып араластырамыз. Қақпағын жауып, ет қайнағанша пісіреміз. Бұл қарапайым, бірақ маңызды ингредиенттер кеспемізді одан да дәмді етеді. Ет әркімде әртүрлі піседі. Менде 2 сағатта еті пісіп шықты. Жуаны алып тастаймыз. Енді туралған картоп пен сәбізді саламыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жай отта 10 минут қайнатамыз. Бұл сорпа қайнағанша кеспені дайындаймыз. Сорпаны дайындап болған соң, қамырды жайып бастайық. Кеспе тағамдарымыздың негізін жасауға дайындалып, оны біркелкі жаямыз. Ешқандай қалың болмау керек. Ол кеспеге арналған соң, қамырды барынша жұқа қылып жаюға тырысыңыз, және жұқа кеспе тағамға керемет құрылымды қосады. Қамырды осылай оқтауға домалатып алып, ортасынан кесеміз. Қамыр үлкен болып кеткен соң, маған ыңғайсыздау, сол үшін мен ыңғайлы болу үшін екіге бөліп алдым. Міне қамырдың жартысы. Енді қамырды оқтауға ораймыз да, ішінен оқтауды алып тастаймыз. Және дәл осылай видеодағыдай жұқалап етіп, барлығын кесіп шығамыз. Жұқа болса, ол әдемі көрінеді. Егер сіз уақытты үнемдеп, барлығын бір уақытта жасап тастағыңыз келсе, қамырды дәл осылай видеодағыдай барлығын кесіп шығасыз, және жабысып қалмау үшін осылай және видеодағыдай жасаймыз. Барлық қамырды бір уақытта дәл осылай кесіп, кішкене ұнмен араластырамыз. Сосын бір-біріне жабысып қалмау үшін кішкене сіркілейміз. Оларды осылай кеспе қылып дайындап, пакетке салып, морозильникте алдын ала сақтауға болады. Бір-біріне жабысып қалмау үшін видеода жасаймыз. Мен барлық қамырды бір уақытта жасап, алдын ала тағамдарға дайындап қойдым. Міне қамырды дәл осылай кеспе қылып жасап алдым. Енді ұн сеуіп, видеода жасаймыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін. Енді сорпаға бұл қамыр тым көп болады. Сондықтан мен оны екіге бөліп саламын. Келесіде тағы тамақ жасағанда екінші кеспені тоңазытқыштан алып, мұздай күйінде тамаққа салуға болады. Мен екінші бөлігін дәл осылай жан-жаққа жайып қойдым. Ол қатқаннан кейін пакетке салып, тоңазытқышқа саламын. Осы уақытта сорпа қайнап жатты. Енді кеспелерді сорпаға саламыз және кішкене араластырып, жақсылап бір қайнатамыз. Жабысып қалмау үшін дәл осылай вилкамен араластырамыз. Міне достар, біздің кеспеден жасалған сорпамыз дайын. Өте пайдалы және өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Етте толықтай пісті, көкөністер де, кеспе де толықтай пісіп, өте дәмді болып шықты. Сіздерге кеспеден жасалған сорпаның пісіру процесі ұнады деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып,
комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мариям. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.